Сәлеметсіздер ме, студенттер? Мен Оразымбет Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжінің география пәнінің оқытушысы Байсултанова Гүлім Маратовна боламын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Солтүстік Америка елдері. Сабағымыздың мақсаты Солтүстік Америка елдері туралы түсінік бере отырып, олардың мемлекеттік құрылымы, халқы мен қалалары, елдің экономикалық жағдайы мен дамыған мемлекеттері туралы түсінік беру. Сабағымыздан күтілетін нәтиже: Солтүстік Америка елдерінің орналасуын картадан көрсете алу, экономикалық, географиялық жағдайларын және айырмашылықтарын ажыратып, сипаттап талдай алу. Солтүстік Америка елдерінің байырғы халықтары туралы айта кететін болсақ, материктің солтүстігінде үндіс тайпалары, алганкин, иракез, атабаска, делавер тайпалары мекендеген. Олар аң аулаумен, балық аулаумен, жабайы жемістерді терумен айналысып күнелткен. Материктің оңтүстігін мекендеген үндістердің ацтек, майя тайпалары жүгері, картоп, қызанақ өсірумен айналысқан. Қол өнері мен егіншілігі, мәдениеті дамыған мемлекеттер құрған. Қазір халқының қалыптасуына тоқталатын болсақ, 15 ғасырда Кристофер Колумб материкті ашқаннан кейін Американы жаулау басталды. Үндістер құнарлы жерлерден қуылды. Еуропалықтар әкелген жұқпалы аурулардан Кариб теңізіндегі аралдардың байырғы халықтары жойылып кетті. Қазіргі кезде 15 миллион ғана үндістер қалды. Еуропалықтар плантацияларда жұмыс істету үшін Африкадан құлдар әкеле бастады. 400 жылға созылған құл саудасы кезінде 100 миллионға жуық адам құл ретінде Америкаға әкелінді. Америка құрама штатының нәсілдік құрамына тоқталатын болсақ, Америка құрама штаты көп ұлтты ел. Ресми түрде ел азаматтары шыққан тегіне қарамастан америкалықтар деп аталатын біртұтас ұлтқа айналды. Нәсілдік ерекшеліктеріне қарай америкалықтар 3 топқа ажыратылады. Олар европалықтар, африкалықтар және азиялықтар. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде үндістер, европалықтар, негрлер және нәсілдік топтардың ұзақ жылдар бойы араласуынан қалыптасқан жаңа этностық топтардың өкілдері пайда бола бастады. Олар метистер, мулаттар, самбалар. Метистер европалықтар мен үндістер некесінен туғандарды айтамыз. Европалықтар мен африкалықтардың ұрпақтарынан мулаттар, ал африкалықтар мен үндістер некесінен туғандарды самба деп атаймыз. Солтүстік Американың саяси картасы, ондағы мемлекеттерге тоқталатын болсақ, материктегі елдерге мына мемлекеттер кіреді: Америка құрама штаты, Канада, Мексика, Гватемала, Белиз, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама елдері. Ал аралдағы елдерге Куба, Гаити, Бермуд аралдары, Багам аралдары, Доминикан республикасы, Ямайка, Порто-Рико елдері жатады. Америка құрама штатының жалауында 13 қызыл және ақ жолақтар ең алғаш құрылған штаттардың санын білдіреді. Ал тудағы жұлдызшалар 1960 жылы тәуелсіздік күнінде пайда болды. Олар қазіргі штаттардың санын білдіреді. Америка құрама штаттарының құрылымына тоқталатын болсақ, жерінің ауданы 9.363.000 шақырымды құрайды. Халқы 309 миллион адам, астанасы Вашингтон қаласы, мемлекеттік құрылымы федерациялық республика, мемлекет басшысы президент, заң шығарушы органы конгресс, мемлекеттік тілі ағылшын тілі, ұлттық валютасы Америка доллары, әкімшілік аумақтық бірлігі штаттар және федералдық округ. Америка құрама штаты әлемдегі жер көлемі бойынша 4-ші орында орналасқан. Табиғатына тоқталатын болсақ, Америка құрама штатының аумағының басым көпшілігі Атлант мұхитынан Тынық мұхитқа дейінгі ендік бағытта созылып жатқан қоңыржай және субтропиктік белдеуде орналасқан. Аляска штаты субарктика және арктикалық белдеуде, ал Гавай штаты Тынық мұхиттың тропиктік белдеуінде орналасқан. Жер бедерінің 2/1 биік таулы жоталар мен таулы үстірттер алып жатыр. Кордильер мен Апалач тауларының аралығында елдің ішкі жазықтары орналасқан. Атлант мұхиты жағалауын бойлап Атлант маңы және Мексика маңы ойпаттары жатыр. Америка құрама штатына ең биік тау Аляска түбегіндегі Маккинли.
Жер қойнауы кен байлықтары мен минералды шикізатқа өте бай. Оның ішінде темір, никель, кобальт, алтын, күміс, уран кентасы қоры жөнінен дүние жүзінде алдыңғы орында. Тас көмір Апалач тауларында, мұнай газ Мексика ойпаты мен Ұлы Жазық даласында табылған. Ал Кордильер таулары түсті және қара металл шикізаттарына өте бай болып келеді. Америка құрама штатының шаруашылығының басты салалары олар ауыл шаруашылық, машина жасау, отын энергетика, авиация, электр техникасы, тоқыма тігін, металлургия, химия өнеркәсібі және атом өнеркәсіптерін жатқызамыз. Америка құрама штатының өнеркәсібі бүкіл экономиканың жетекші саласы болып есептелінеді. Оның энергиялық балансында мұнай және газ манды орын алады. Ауыр және жеңіл өнеркәсібі өркендеген. Машина жасау өнеркәсібі автомобиль, авиация, электр техникасы салаларына түрлі жабдықтар өндіреді. Атом өнеркәсібі, тоқыма және тігін өнеркәсібі айрықша дамыған. Шаруашылығының жетекші саласы машина жасау өнеркәсібі. Америка құрама штатының 125 қаласында автомобиль шығарылады. Детройт қаласы елдің автомобиль астанасы болып есептелінеді. Сиэтл қаласында алып Боинг ұшақтары жасалынады. Транспорттың барлық түрлі қарқынды дамыған. Америка құрама штатының ауыл шаруашылығында механикаландырылған фермерлік шаруашылықтар жетекші рөл атқарады. Онда өндірілетін негізгі дақылдарға бидай, арпа, сұлы, қара бидай, жүгері, соя, бұршақтар, картоп, қант қызылшасы, мақта жатады. Мал шаруашылығында сиыр, шошқа, қой өсіріледі. Тауық пен күркетауық өсіру жаппай дамыған. Ел астық, сүт, ет, құс өнімдерін өндіруден дүние жүзінде бірінші орын алады. Америка құрама штатының бір жылғы ұлттық табысы жан басына шаққанда 25 мың долларға жуық. Әлемдегі экономикасы аса жоғары дамыған елге жатады. Ондаған американ фирмалары мен кәсіпкерлері және белгілі банкілер Қазақстанда түрлі салалар бойынша жұмыс істейді. Вашингтон ірі қаласы, Америка құрама штатының астанасы Вашингтон қаласы, Нью-Йорк ең ірі қаласы, мұнда Біріккен ұлттар ұйымының бас кеңсесі орналасқан. Келесі солтүстік Америка елдерінің ірі мемлекеті Канада. Канаданың туы және елтаңбасы. Канаданың құрылымына тоқталатын болсақ, жер ауданы 9.970.000 шақырымды қамтиды, халқы 32,3 миллион адам, астанасы Оттава қаласы, мемлекеттік құрылымы Британ бірлестігі құрамындағы парламенттік конфедерация, мемлекет басшысы Ұлыбритания королевасы, үкімет басшысы премьер-министр, заң шығарушы органы екі палаталы парламент, мемлекеттік тілі ағылшын және француз тілдері, ұлттық валютасы Канада доллары, әкімшілік аумақтық бірлестігі, провинциялар және аумақтар. Канада әлемдегі жер көлемі бойынша екінші орында орналасқан. Канаданың мемлекеттік қалыптасуы мен құрылымына тоқталатын болсақ, 1867 жылы 1 шілдеде Канада Британ империясы құрамынан шықпай, өз үкіметін қалыптастыруға құқық алды. Сонымен іс жүзінде тәуелсіздік алған ел Канада доминионы деп аталды. Ол құрылымы жағынан 4 провинцияны біріктірді. Канаданың қазіргі шекарасы 19 ғасырдың 70 жылдары қалыптасты. Ал Ньюфаундленд аралы ел құрамына 1949 жылы енгізілді. Мемлекеттік құрылымы жөнінен Канада 10 провинция мен 2 аумақтан тұратын парламенттік конфедерация. Мемлекетті басқару жүйесі жөнінен федеративтік конституциялық монархия. Ресми түрде Ұлыбритания королевасы мемлекет басшысы болып есептеледі. Канадада оның уәкілі ретінде генерал-губернатор қызмет етеді. Үкіметті премьер-министр басқарады. Табиғат жағдайлары мен ресурстарына тоқталатын болсақ, Канада дүние жүзінде жер көлемі жөнінен Ресейден кейінгі екінші орын алады. Елдің солтүстік бөлігінде Канада арктикалық топ аралындағы аралдарды қамтыса, оңтүстігі мен солтүстік батысында Америка құрама штаттарымен шектеседі. Орасан зор Канада жерінің табиғи жағдайлары әркелкі. Климаты аса қатал болатын елдің солтүстік бөлігінде Канада арктикалық топаралы мен жағалық жазықтар орналасқан. Канаданың Британ Колумбиясы деп аталатын провинциясы орналасқан қиыр батысы таулы келеді. Канаданың қоңыржай белдеуінде орналасқан оңтүстік шығыс бөлігінде табиғат жағдайлары салыстырмалы түрде қолайлы. Бұл өлкенің басты байлығы көлдер мен қалың ормандар. Көлдердің жалпы саны жөнінен Канада бірінші орын алады. Ал қазба байлықтарынан алтын, темір, уран, күміс, мыс, никель, калий тұздары, мұнай
мен газ кен орындары жақсы дамыған. Өзендер мен көлдерде құндыздар өте көп мекендейді. Құндыз Канаданың ұлттық символдарының бірі болып табылады. Канада аумағының 30%-ын алып жатқан ормандарға бағалы ағаш түрлері өседі. Ал енді Канаданың халқына тоқталатын болсақ, Канада халқының саны 32,2 миллион адамды құрайды. Халқының орташа тығыздығы әр шаршы шақырымға 3 адам болғанымен, халық ел аумағы бойынша біркелкі орналаспаған. Елдің байырғы халқы эскимостар мен үндістер. Эскимостар қиыр солтүстікте кішігірім топтарға бірігіп өмір сүреді. Қазіргі кезде Канадада үндістердің 600-ге жуық тайпалары мекендейді. Олардың ел халқындағы үлес салмағы 4% ғана. Канадада немістер, итальяндықтар, голландықтар, поляктар, еврейлер, норвегтер, шведтер мен орыстар тұрады. Азиялықтардан жапондар, қытайлар, үнділер мен арабтар тұрады. Діни наным бойынша халықтың басым көпшілігін христиан діндегілер құрайды. Сонымен қатар мұсылмандар мен иудейлер буддизм мен дәстүрлі діндердің өкілдері құрайды. Бірінші сызба нұсқаға қарайтын болсақ, діни наным бойынша халықтың үлесі католиктер 46% қамтиды, протестанттар 41%, православия діндегілер 2%, мұсылмандар, иудейлер мен буддизм мен дәстүрлі діндегілер 11% құрайды екен. Канаданың шаруашылығына тоқталатын болсақ, Канаданың шаруашылығы Канада әлемдік нарыққа ағаш өнімдері және қағаз шығаратын аса ірі ел болып табылады. Елдің әсіресе өндіруші өнеркәсібі күшті дамыған. Канада никель, күміс, алтын, қорғасын, мыс, табиғи газ өндіруден дүние жүзінде алдыңғы орындардың бірін алады. Өндіруші өнеркәсіптің басты салаларына машина жасау, ағаш өңдеу, отын энергетика және түсті металлургияны жатқызамыз. Канада өнеркәсібінің отын энергетика саласы жергілікті шикізатқа негізделеді. Елдегі энергетикалық шикізат көздерінің үлесі екінші сызба нұсқада көрсетілген. Бұл сызба нұсқада мұнай мен газдың 65% қамтиды, су энергетикасы 25%, көмір 10%-ды қамтиды екен. Ал ауыл шаруашылығына тоқталатын болсақ, Канаданың далалы аймағында жоғары тауарлы ауыл шаруашылығы дамыған, мүйізді ірі қара мал және құс өсіру ұлы көлдер маңында дамыған. Канада жерінің 10% ауыл шаруашылығына жарамды деп есептеледі. Канада далаларын алып жатқан ұлан-ғайыр егістіктердегі басты шаруашылығы дақылы ол бидай болып табылады. Туристік объектілеріне тоқталатын болсақ, Канадаға жыл сайын жан-жақтан келетін туристердің тамашалайтын басты объектілері ұлттық саябақтар. Жалпы елдердегі қорғалатын аумақтардың жалпы ауданы 730 мың километр куб. Олардың ең ірісі Wood Buffalo. Канаданың солтүстік батысында орналасқан, мұнда бизондардың ең ірі табаны сақталған. Канадада 2000-нан аса мұражай мен табиғи саябақтар бар. Әсіресе Ванкувер қаласындағы теңіз мұражайы әлемге кеңінен танымал. Бүгінгі сабағымызды бекіту үшін сіздерге ойын түрінде бірнеше сұрақтар қойылады. Кім тапқыр ойыны бойынша бірінші сұрағымыз: солтүстік Американы қандай халықтар мекендейді? Екінші, Америка құрама штатының жерінің ауданы жөнінен дүние жүзі бойынша нешінші орында? Үшінші, Америка құрама штаты мен Канаданың астаналары қалай аталады? Төртінші, Америка құрама штатының ірі қалалары атаңыз. Бесінші, солтүстік Америка материгіндегі елдерді ата. Келесі, кім картаны жақсы біледі ойыны арқылы бірнеше сұрақтар беріледі. Олар: бірінші сұрақ, Канаданың астанасын дүние жүзінің саяси картасынан көрсету. Екінші, орталық Америка елдерінің картадан көрсету. Үшінші, Америка құрама штаты мен Канаданың ірі қалаларын картадан көрсету. Төртінші, Канада негізгі халқы Еуропадан қоныс аударғандар. Ол елдер қалай аталады? Үйге тапсырма ретінде екі тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмаға кескін карта бойынша Америка құрама штаты және Канада мемлекеттерінің шекараларын түсіріп, ірі қалалары мен порттарын белгілеу керек. Екінші тапсырма бойынша география кітабы бойынша 34 пен 42 параграфтерін оқу керек. Бұл сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.